бастап қоямын. Ой, бүйтіп көз жасай деп. Солай көйлегімді арқалап қайттым күн деген ыстық. Сіздер қызықсыздар енді. Мен бірінші емес қой осындай кең көйлек киіп жүретінмін. Үнемі осындай. Планеттің жоғары жағына панель жабыстырып жатқан видеомды көріп, көптеген қыз-келіншектерден осындай хаттар келіп жатады. Арукас, планетінде коронасын өзіңіз жасадыңыз ба, неден жасадыңыз, қалай жасадыңыз, видеомен бөліспедіңіз ғой деген секілді қыздар. Менің ремонт жасайтын өнерім болғанымен, жиһаз жасайтын өнерім жоқ екен. Сол себепті де сабырға бағындырайық өкпені, осы сәтте ең керегі оттегі. Өйткені сенің үнсіздігің ең қиын белгі. Сыздар, қайырлы кеш. Бүгін менің Аллаға шүкір 2 аккаунтымда да өте керемет жаңалықтар болып жатыр. TikTok аккаунтым блокқа кеткені естеріңізде бар ма? 300 мыңнан асқан уақытта отпен нарушение алып, аккаунтым навсегдаға бан алып кеткен. Талай адамның аккаунтын блоктан шығарып беріп жүрсем де, өз аккаунтым енді қайырлысы сол шығар, қайтқан жоқ. Сөйтіп жаңадан ашқан аккаунтым 3 айға жуық уақыттың ішінде бүгін 100 мыңнан асып жатқан жай бар. Бұл бірінші қуаныш. Екінші, бүгінгі салынған видеоларым 1 миллионға жуық просмотр жинап жатыр. Бір күнге жетпек. Сол естеріңізде ма, бір инстаграмды қарып қоймай жатқанымыз аздай, екінші инстаграм ашылған еді ғой. Сол жақта да мен кішігірім болу керек екен. Құттықтап қойсаңыздар болады. 19 мың оқырманым бар екен. Ол жақта өзім білмей болмаған инстаграмға жалған тұрған еді ғой. Солай оқырмандарым барып тіркеліп алған. Пост жоқ, ештеңке жоқ, пустой инстаграм. Билей бер. Ерканда той ма? Таксист бар, иә? Бар ма? Иә. Қалды ма? Музыкаға баспен кетіп, неге келгеніміздің қалып қоқырсын. 10 рет айналып тұрмын мына жерде, әрі-бері жүріп. Асымды жүріп. Қалайсыздар, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Бүгінгі демалыста сіздердің алдарыңызға бір керемет жаңалықпен, пайдалы ақпаратпен шығып отырған жайым бар. Мен айтамын, біздің өзіміз уже біздің заманымызда деп сөйлейтін жасқа жетіп қалыппыз деймін. Бірақ шыны керек бар ғой, қыздар, біздің заманымызда бұндай мүмкіндік болған жоқ қой деймін. Қазіргі біздің балаларымыздағы бар мүмкіндік біздің заманымызда. Мен ата-аналар 100%-ға түсінетін шығар деп ойлаймын. Өйткені біздің кезіміздегі керемет мүмкіндік қой. Ата-аналар, қараңыздар, егер де сіздер балаларыңызды қалам курсына беретін болсаңыздар, сіздер балаларыңыздың біліміне әрі қарата алаңдамасаңыздар да болады. Өйткені сіздің балаңыздың білімі үшін алаңдайтын арнайы өзінің менторлары болады. Егер де бірақ мен кірпікке өсіп жатырмын.